тегесі күймесе бел шырайы бұзылмас. Біздің шырайыңыз бұзылды. Мен оны жақсы түсінем. Мен сіздердің сүйегіңізден, жүрегіңізден, тілегіңізден жаралдым. Егер маған сенсеңіздер. Ал енді қоятын талап. Біліп отырмыз, естіп отырмыз. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев елдің арасына келіп, осы мәселемен тікелей айналсын дейміз. Тікелей мәселені шешсін. Сонымен бірге, мына біз екі дайлықтан шаршадық. Екі дай биік қойылып, бір жойылып, бір биік қолға келу керек. Үкімет, мына халықтың мұң-мұқтажын шеше алмаған үкімет тарау керек. Екі парламент тарап, шынайы сайланған бір парламент қалу керек. Мына Қытаймен жасалған шарттар қайта қаралу керек. Сонымен бірге мына қолдан жасалған олигархтардың заңсыз кеткен бүкіл байлықтары мемлекетке қайтарылу керек. Сонымен бірге бүкіл офшорлардағы арамақшаның халықтың бүкіл тоналған рухани дүниелік қазынасы өзімізге қайтып келу керек. Байлықтары мемлекетке қайтарылу керек. Сонымен бірге бүкіл офшорлардағы арамақшаның халықтың бүкіл тоналған рухани дүниелік қазынасы өзімізге қайтып келу керек. Қазақтың аузына тию керек ол. Оны Құдай тағала қазақтың маңдайына жазған, несібесіне жазған. Сонымен бірге 30 жыл бойы аяғымызда шұлғау болған қасиетті тіліміз алтын тұғырламау керек. Әлемнің ең бай тілі 10 миллион сөз қоры бар қазақ тілін 30 жылда тұғырына қондыра алмаған біздің ең сорлылығымыз. Егер қазақтың тілі орнына тұғырына қонса, онда осы мәселенің бәрі шешіледі. Біз осыны талапты түрде талап етейік. Және бәрін заңменен, бәрін өзіміздің адал жүрегімізбенен қиянаттан тыс ешкімге қиянат қылмай, осыны адал ниетімізбен шешейік. Біздер міне өліп талып осыншама халық бір тілекте жиналып тұрмыз. Бірақ ортада қиянқылықтан, кесірліктен, кесепаттан Алла аман сақтасын бізді.